Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазыны жармай әдемі қылып пісірудің әдісін көрсетемін. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай инемен барлық жағын тесіп шығасыздар. Енді қазыны суға салып қайнатамыз. Басында қайнағанша қатты отқа қойып, одан кейін баяу отта 2 сағат бойы қайнатасыздар. Мен қарта екеуін бірге қайнатамын. Піскеннен кейін сіздерге көрсететін боламын. Мінекей қазымыз жарылмай өз формасында сақталып пісті. Осы әдісті қолданып көріңіздер. Әдемі шығады жарылмай.